2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде қоғамдық орындарда темекі шегуге мүлдем тыйым салынады. Темекі өте улы, құрамында алкалоидтар, әсіресе есірткі заттары көп өсімдік. Негізінен темекі түтінінде 12 мыңнан астам химиялық зат бар. Бір тал темекіні шеккенде адам ағзасына 1,5-2 миллиграмм шамасында никотин енеді. Темекі түтіні автомобиль түтінімен салыстырғанда 4 есе улы. Әлемде әр 13 секундта 1 адам, әр 65 секундта 5 адам темекі кесірінен көз жұмады. Темекі тартатын адам күніне орта есеппен 200 рет, айына 6000 рет, жылына 72 мың рет ішке түтін сорады. Қызығы сол, темекі шегуді о баста ойнап бастаған 100 адамның 80-і біртіндеп тұрақты шылым қорға айналады. Қазақстанда жылына өкпе қабынуынан және түрлі аурулардан 25 мың адам көз жұмады. Жалпы еліміздегі ересек адамдардың 30%-ы темекіге тәуелді. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде темекінің бағасы да қымбаттайды. Мұндай шектеулер қоғамның саулығын жақсарту саласында жасалған қадам болып саналады. Темекі түтінінен алыс жүруге тырысыңыз.